саламатсыз ба? Денсаулық жағдайын бағалау пәнінің бірінші кезеңі. Яғни бірінші кезеңінде біз науқасты симса жағдайында жатқызу болып табылады. Яғни алдыменен симса жағдайына жатқызбас бұрын біз құрылғыларымызды дайындап аламыз. Науқас симса жағдайында, яғни арқасыменен, горизонталь арқасыменен жатуы тиіс. Яғни кереуеттің бас жағы горизонтальды қалыпта болуы тиіс. Симса жағдайында жатқызу үшін науқасты кереуеттің шеткі жағына жатуын өтінеміз, яғни шеткі жағына шеткерлеп жатқызамыз. Шеткерлеп жатқызғаннан кейін симса жағдайында науқас бүйірменен немесе жартылай ішпенен жатуы тиіс. Яғни бүйірменен жартылай жаңа ішпенен жатқызған кезде, яғни бір мейірбике бұл жағдайға жатқызбайды, яғни екі мейірбике жатқызуы тиіс. Яғни науқасты бүйірмен жатқызғаннан кейін бас жағына жастықша, яғни валикті қоямыз. Валикті қойғаннан кейін науқастың жоғарғы жатқан қолы, яғни жоғарғы жатқан қолының иық тұсына жастықшаны қоямыз. Иық тұсына да қоямыз екінші жастықшаны. Ал төменгі жақтағы қолы, яғни төменгі жақтағы қолы простинаның үстінде, яғни жайманың үстінде жатуы тиіс. Жайманың үстінде жатуы тиіс. Екіншіден, бос жатқан қолының алақанына резеңкелі мәшікті ұстатамыз. Резеңкелі мәшікті ұстатамыз бос жатқан қолына. Екіншіден, жоғарыда жатқан аяқтың, бүгілген аяқтың сан тұсына екінші жастықшаны қойып, ал табанына құм салынған қапшық немесе тірегіш арқылы табанына тірегішті тіреп қоямыз. Осылай симса жағдайында жатқызу қалпы осы болып табылады. Осылай бірінші кезеңді аяқтаймыз. Екінші кезең, яғни науқастың немесе баланың бас өлшемін өлшеу болып табылады. Бас өлшемін өлшемес бұрын біз анасына баланың бас өлшемін өлшеу жөнінде түсіндіріп айтамыз. Екіншіден, сантиметр арқылы өлшегендіктен біз стерилді пинцет арқылы спиртке батырылған мақта тампонменен біз сантиметрдің екі жағында жалпылай сүртіп аламыз. Сөйтемізде Б класына қалдыққа тастаймыз. Баланың бас өлшемін өлшеу кезінде, яғни артқы жағынан, науқасты баланы горизонтальды жатқызып, оның артқы жағынан шүйде төмпешігіменен, ал алдыңғы жағынан, яғни артыңғы жағына шүйде төмпешігіне қоямызда, ал алдыңғы жағында қас доғасының төмпешігі үстінен өлшеміз. Өлшеген кезде біз қолымыз, яғни лентамен бастың екеуінің арасында қалып кетпегендігін көз жеткізіп, яғни өлшеп, бізде 47 сантиметр болды, ауру тарихына жазып, анасына айтуымыз қажет. Осылай екінші кезеңді аяқтаймыз. Денсаулық жағдайын бағалау пәнінің үшінші кезеңі бұл баланың көкірек өлшемін өлшеу болып табылады. Яғни көкіректі өлшеудің алдында біз анасына түсіндіріп айтып, баланың көкірегін өлшейтінімізді және де баланы горизонтальды тұрғыда жатқызамыз. Сөйтемізде стерилді пинцетпенен спиртке батырылған мақтаны алып, сантиметрдің, яғни сантиметровканың екі жағынан да өлшегішіні екі жағынан да сүртіп аламыз. Мақтаны, яғни Б класына тастаймыз.
сүртіп алғаннан кейін, яғни баланың көкірек тұсын киімінен босатып, немесе оны көтеріп қоюға да болады. Сантиметрдің артқы жағынан, яғни жауырынның төменгі ұшынан бастап қойып, ал алдыңғы жағынан, яғни емізікшенің тұсынан көкірек өлшемін өлшейміз. Емізікшенің тұсынан қоямыз. Егер де пубертатты жастағы қыз балдар болатын болса, оны сүт безі болған кезде 4-ші қабырғаның жоғарғы жиегінен қойып өлшейміз. Өлшеп болғаннан кейін анасына қанша болғанын айтып, ауру тарихына тіркеп қоямыз. Осылай 3-ші кезең аяқталады. 4-ші кезең баланың бойын өлшеу болып табылады. Баланың бойын өлшемес бұрын, яғни өлшегішті дезраствормен сүртіп алып, біз оған жаялық төсеміз. Баланың анасына біз баланың бойын өлшейтіндігімізді айтып, баланың сыртқы киімін шешіп, горизонтальды қалыпта бой өлшегіштің тұсына жатқызған кезде, яғни біз тізесін кішкене жайлап бүгеміз, яғни жазамыз, бүгілген тізесін жазамыз да, табаны, яғни сантиметрдің бірге сәйкес келіп тұруы тиіс. Сонымен біз басын, мысалы, балада 55 сантиметр, осылай өлшейміз. Өлшеп болғаннан кейін баланы анасына беріп, қанша сантиметр болғанын анасына айтып, ауру тарихына тіркеп қоямыз. Осылай 4-ші кезең аяқталады. 5-ші кезең сүт безін пальпация жасау болып табылады. Яғни түрлі түйіндер барлығын, қандай бөлінді шығатындығын анықтау болып табылады. Ол үшін алдыменен науқасқа жалпы ем-шараны түсіндіріп айтып, горизонтальды қалыпта жатқызып, көкірек тұсын киіммен босатуын өтінеміз. Өзіміз стерилді қолымызды кезең бойынша жуып болғаннан кейін стерилді перчатка киіп, науқасты сол жағында немесе оң жағында тұрып, пальпация жасаған кезде ұшынан негізіне қаратып, немесе сағат санына қарама-қарсы бағытта, яғни сыртын пальпация жасаған кезде алақан мен біздің саусақтарымыз толықтай тиіп тұруы қажет. Сонымен жайлап ұшынан негізіне қаратып пальпация жасап көреміз. Яғни ішкі жағында ұшынан төске қаратып жүргіземіз. Осылай бүкіл сүт безін пальпация жасап, түйін немесе басқа да жағдайлардың бар жоқтығын анықтап, ареоланың түсін екі саусақпенен жайлап қана басып, ешқандай бөлінді бар ма жоқ па соны анықтап болғаннан кейін, екі сүт безінде тексеріп болғаннан кейін, яғни біз стерилді қолғабымызды шешіп, қажетті мәліметті науқасқа айтамыз. Осылай 5-ші кезең аяқталады. Рахмет, сау болыңыз.